барокко, рококо стиліндегі Еуропаның кескіндемелік туындылары, классицизм дәуірінің музыкасы, Моцарт, Россини, Данци сияқты композиторлардың әсем шығармалары, өзгеше әлем. Барлығы құдды бір 17-18 ғасырдағы батыс Еуропадағыдай. Бұл Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайының кезекті музыкалық кешінен көрініс. Бұл жолы мұражайдың батыс Еуропа өнер залында патшалар музыка сүрмелі аспаптары квинтеті өнер көрсетті. Музыканттар тыңдарман қауымға бароккодан бастап, қазіргі шығармаларға дейінгі түрлі дәуірдегі және түрлі стильдегі композиторлардың үздік туындыларын орындап, келушілерді ерекше ықыласқа бөледі. Сүрмелі аспап квинтеті 2004 жылда осы Қазақстанда құрылған. Халықаралық конкурстардың және фестивальдің бағдарламасына біздің үрлемелі аспап квинтет жиі қатысады. Сондықтан біз мына Францияда Марсель қаласында болдық. Және Прада деген қалада Францияда болдық. Және Одессада Today and Tonight деген көп фестиваль қатыстық. Мемлекеттік күрмелі аспаптар квинтеті Марсель қаласында өткен Анри Тамази атындағы халықаралық конкурсқа 2 мәрте шақырылған Азия құрлығындағы алғашқы камералық ұжым. Топ гастрольдік сапармен Франция, Аустрия, Ұлыбритания, Оңтүстік Корея, Таиланд, Украина және Ресей қалаларында жиі өнер көрсетеді. Алдағы уақытта да музыкалық вернисаж жобасы дәл осындай жетекші топтардың қатысуымен өз жалғасын табатын болады.